айтпаста көрген жайды неге бізге өзгерді санамызда өремізде. Қазір бәрі онлайн, бұл заманның көшіне еремізде. Онлайн оқып аласың, онлайн билет ұшақ кемеңізге. Интернет дүкендерден керегі ақшасын телефонмен төлеңізге. Онлайн тапсырыспен тамағанып қаласаң суши менен донер ізде. Қытырмен садақада онлайн қайтеміз карантинде көмемізде. Рамазанда тыйылып күнәлардан сүйгенші салған кемемізге. Қойып тастап өсекті тыйып тамақ жемеңізде. Армия дінтануда оқушы едің, пәтуа деп көтердік төбемізге. Бір пәтуа сұрайын рұқсат болса, молдеке айтқан сенемізде. Карантиннің кезінде қалай өзі, онлайн ауыз ашар беремізге. Сөзді айта берсең тоты дайын, ойыңды қалай сенің оқымайын. Ақ ниеттен пәтуа сұрап отсын, қылып етте отырған сопы дайын. Ол рас дінтануда магистрмін, санаға қалай білім тоқымайын. Бірақ досым пәтуа бере алмаймын, күнәһарға Құдайдың соты дайын. Сауап үшін өзің біл берем десең, түзу болса пейілің ниет райын. Онлайн ауыз ашар беріп жатсаң, онлайн қонағың боп отырайын. Ұйқыны басып жүрме одан кейін, тоқ қылғанға шүкір деп оқыдайым. Онлайн ауыз ашарға тойып алып, сәресі де боп жатма. Офлайн қалталы жан екенсің, қарашадан, биіктеу жан екенсің, аласадан. Ат қоярда ұлымен ақылдасқан әкеңіз болып тұрау тамашадан. Менің әкем менімен кеңеспеді, одан шығар жолды мен таба салам. Жақын ара толамын 25-ке, сонда мен өз алдыма дара шабам. Ештеңе де ескертпей әке саған, ештеңе де ескертпей ана саған. Қарада тұратында Астанадай Нұр-Сұлтан деп өзгертіп ала салам. Қырменен асу асып кешіп бөлін көрдіңдер бұл вирустың өшіккенін. Жаһанды жаман індет жайлағалы жан-жақтан жақсы хабар есітпедің. Жүздеп мыңдап адамдар сырқатсанда амалсыздан амалым нешік дедің. Дәрігердің өз ауырып жатқан кезде кеттіңдер, оны естіп шошып көбің. Азаны бар алайда намаз жоқ, жамағатсыз боп қалды мешіттерім. Жаратқан мешіттерін жапқан менен жаппас екен мейірім есіктерін. Аналар ақ бейілмен шат көңілмен алаңсыз тербетсе екен бесіктерін. Аналар бейбіт күнде күліп ойнап көрейік тек жақсы сөз есіткенін. Бұл сынақтан өтерміз, Алла жазса көбейіп ризықпен несіптерің. Құдіреті шексіз Алла, шын сұрасаң береді қиындықтың шешіп көрін. Өнбейтін дауды қуып күшенбедік, өлеңмен алтын алып мыс өңдедік. Вирус келмей тұрғанда тайраңдадық, астыда болып мініп түсер көлік. Шегіміз келген асты жеген едік, ішем деген сусынды ішем дедік. Өсек өтірік ғайбаттан тыйылмадық, екі сөйлеп жатсақ та үш өлмедік. Шүкірменнен тәубені ұмытқан соң, халықты жатыр қазір, халықты сынап жатыр кесел келіп. Шүкірсіл қанағатшыл болсақ егер, дәл осындай жағдайға түсермедік. Құдайға құл екенді ұмытпайық, жатсақта тау көтерер күшен керіп. Бұйыртса бұл сынақтан аман шығып, кетсекен әр қазақтың ісі өңделіп. Жаратқан жаппар ие шипа беріп, шықса екен сырқаттанған кісемделіп.
қасиетті бұлайда шайтандар мен вирустарда қалса екен кісенделеп ай. Қыз абырой жинайды жігіт бедел, сын сағатта шынмақты іріктелер. Елді жырмен бірлікке шақырамын, ешқашан қор болмайды біріккен ел. Дәрігерде емеспіз сырқаты бар адамдарға ем-домын қылып берер. Полицейде емеспіз блокпостта тапжылмай тыныштықта тұрып берер. Саудагерде емеспіз елге сатқан азық-түлік көкөніс фруктілерін. Тегіншіде емеспіз тапшы кезде ел жұртқа тегін маска тігіп берер. Біз деген Алатаудай театрымыз ардақтаған салт дәстүр ғұрып кемел. Онлайн концерт беріп, бұл театр күдігі бар жүрекке үміт берер. Өнеріміз сіздерге үміт берер, өлеңіміз сіздерге ұмыт берер. Хайла лилла лилла ай. Қалжыңдап мен өзіңе жырылдым ғой деп ойлап сөзден байымас жігермен ғой. Жігермен ғой. Ағни қыздың аты емес пе деп айтып мен басында шірендім ғой. Содан соң нұрсұлтанды өзгертем деп бауырым бір тіріліп бір өлдім ғой. Есім шығып кеткені соншалықты есімімнен бастартып түнерді ғой. Ағайын осыдан-ақ байқадылар, бәреге бірінші боп тірелдім ғой. Келеді ет боп тірелдім ба, кешерде нұрсұлтанды жібердім ғой ай. Ал біреуге ақырет пен иман қайғы, біреуге дүние мен иман қайғы. Ораза қабыл болсын ұстаған жан, айтайын Рамазанда иран жайлы. Ораза тұтқандарға шын жүректен, жаратқан қос дүниеге сыйғанбайды. Ұлтының сәресінде береке бар, бұл сөзге надан ғана иламайды. Қазағым ауыз ашарда құрағы үшін үйлендар көріндің имандайды. Бұйырса қарағанмен анамақша қазақтандастар қағыл жиналмайды. 30 күнде аштықты көрген қазақ, 30 күн оразада қиналмайды. Шығарып не қылайын жаңа арағым өткен. Өтені ойлап болса егер шамалы ақыл. Ойықұлы жеңіске 75 жыл айтпаса құлымыз қара бағыр. Отан үшін кешкен батыр атын есіне еткізгені санада тұр. Енді жауыр салын бұзып шыққан мұңыштың бауыржан ғаламақыл. Рейсаға күткен ерліктің başlarında Рейсаға күткен рахымжандай нараға тұр. Қыршынында қинаған қыз ұры, әнен мәншікте дана батыр. 75 жыл өтсе де жазылмаған жұртымның жүрегінде жара жатыр. Аман есен оралған қанмайданнан азықтай қайялап арада тұр. Өздері тірісінде құрметтіге қайтқанда бүлә бармай молаға құр. Бірімені кеместің кемесіне онсына бірі күтіп жағада тұр. Күндіздің қарағы секілделіп, күннен күнге азайып барады. Ағайын құшы қанатымға, қанатым болмаса да даратымға. Сіз жасап аталар мен апаларым заманын таңдалды заматында. Жамбыл мен бауыржандай ұлттарымыз айналса әрі бап әрі. Ал қыздар кешегі қара
қара шаштай айналсын данышпанға қанатына. Әр қазақтың басында баспана болып тұрса екен зәулім қабатында. Бала сүйіп бай болсын бәрі ақшаға бәрі ақылға. Теңгенің мәртебесі көтеріліп көтен жалақыға. Осылай тұрсын қанаты тұрсын қазақ елі болса екен алғаш болды санатына. Соғыс отырғанға ең бастысы орнасын бейбітшілік дала қырда. Біздің елі болса алыс екен 8 мамырдың бағынай. Ағиқағын болып термелейсің, әр қашан биіктерге өрлегейсің. Ағиқы затың сай боп айналайын. Жақсылыққа құлашты сенбегейсің. Басқа жолы сен бұлай терлемейсің. Үшінші кезегімді аяқтадым, бауыр осыменен сен не дейсің? Қиналған адам көрсем демеп келем, қолымнан келгенінше көмек берем. Осыменен айтыста аяқтайық уақытта, уақыт келіп қапты қабат деген. Инстада тікелей эфирімде айтыстым ардақтағын қанатпенен. Көп адамды әуреге салып қойды, Қытайдан вирус шығып ковид деген. Осындай вирус шығып жатқан кезде онлайн отырған оқырманға көмекке мен мынандай совет берем. Вирус деген бәле ол жұқпалы ғой, жұғады ол ауыз мұрын қол бетпенен. Сондықтан қолды жуып сабынменен, тістеріңді жуыңдар колгитпенен. Әрқашан антисептик пайдаланып, заттарды тазалаңдар кометпенен. Масканы тастамаңдар еш уақытта, көшеге тек шығыңдар себеппенен. Айтқаныма ағайын қосылсаңдар, лайк басып қолдап қой, комментпенен. Ай, бәрекет. Неге Қанатжан? Солай жырын жолдас екен, қанатта әрмен қарай толдас екен. Көрермен боп динадай ханым отыр, көңілге қашанда толмас екен. Тайы серіктейін адам отыр. Інілерім дәл біздей қорғас екен. Арымызда Манарбек ақын отыр. Барлығы бізбен досым жолдас екен. Назгүл деген көрермен отыр және, оған да Қанатжан сомдас екен. Әкені қуанышта көріп отыр. Оларда жақсылықта толғас екен. Көрерменге айтайын рахметті. Қастарға бағдәуле орнас екен. Аяғынан айсыр көрген едім, аяқсыз тірліктері болмас екен. Әй, бәрекелді Қанатжан, енді шамамыздың келгенінше жақсы айтыс жасап бақтық деп ойлаймыз. Соңына дейін тыңдаған көрермендерге алғысымыз шексіз. Мынау енді осы айтыс әрі қарай жалғасын табады, құрметті оқырмандар. Бұдан кейін
келесі айтыстарда осы биылғы алтын домбыраның иегері Рүстем Қайыртайұлы ағамызбен өзі онлайн айтысудың шебері, осы алғаш өткен онлайн айтыстың жеңімпазы Нұрзат аруларыңыз шығады. Келесі айтыстардан құр қалмаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осындай қиындықта бәріміз бірге еңсерейік. Біз біргеміз. Қанатжан, өзің айтып, тілекті айт. Ал құрметті көрермендер, сіз болып, біз болып, мінекей біз біргеміз деп ұрандап, елімізге келген мынау COVID-19 деген індетпен жабыла күресіп жатырмыз. Бәріңізге амандық тілеймін, денсаулық тілеймін, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Осы індетті бірге еңсеріп, жеңіп, ертең Алатау дәстүрлі өнер театрының үлкен сахнасында көрерменді жинап, осы індетті жеңгенімізге арналған үлкен концерт беруді Алла насіп етсін. Оразаларыңыз қабыл болсын. Әр аптадағы болатын айтыстар мен біздің театрдың әртістерінің кештерін тамашалауды